Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Үй жағдайындағы лағманды бірге әзірлейік. Және де осындай лағманның қамырын қалай созатынымды көрсетемін. Ең алдымен лағманның қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге 150 мл суға бір жұмыртқаны тұзды салып араластырамыз. Осы жұмыртқалы массаны 500 грамм ұнға аз-аздан қоса отырып, қатты етіп қамыр илейміз. Суды барлығын бірден қоспаймыз. Осылай аз-аздан қоса отырып, бір келгі және де қатты қамыр болуы қажет. Жаңағы жұмыртқалы массаның барлығын қостым. Қажет болса, тағы да үстіне су құюға болады. Міне осындай бір келгі иленген, қолға жабыспайтын қатты қамыр болуы қажет. Салафанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін лағманның пәдлевін әзірлеп алайық. Ең алдымен қазанға май құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға осындай ұзынша етіп туралған етті салып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Қажет құрамының барлығын төменде описанияға жазып қойдым. Мен керек заттардың барлығын алдын ала турап дайындап қойдым. Етті 5-10 минуттай қуырып алып, үстіне ұсақталып туралған сарымсақты салып араластырамыз. Одан кейін соя тұздығын 2 ас қасық қосып араластырамыз. Жуаны салып араластырамыз. Тәтті бұрышты осындай етіп турап алып, қазанға салып араластырамыз. Пекин капустасын қосамыз және де томатты қосып араластырамыз. Менде үй жағдайында дайындалған томат. Сәбіз бен картошканы ұзынша етіп турап алып, салып араластырамыз. Одан кейін балдыркөкті, яғни сельдерейді турап алып қосамыз. Егерде дәмдеуіш қосқанды қаласаңыз, лағманға арналған дәмдеуішті қосуға болады. Менде универсал дәмдеуішті аз мөлшерде қостым. Бәрін араластырып, дәміне қарай тұз қосып, үстіне су құйып, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін төменгі отқа қойып, 20-25 минуттан кейін өшіреміз. Ал енді лағманның қамырын созуға кірісейік. Жаңағы салафандағы қамырды алып, оқтаумен үлкейтіп аламыз. Осындай етіп үлкейтіп алып, 2 сантиметрдей етіп кесіп, бөліктерге бөлеміз. Лағманның қамырын созғанда ескеретін нәрсе, қамыр жақсы қатты болып иленсе, және де иіні жақсы қанса, лағманның қамырын созу оңай болады. Егерде қамыр жұмсақ болса, созған кезде ыңғайсыздық тудырады. Міне осылай барлығын кесіп аламыз. Үстіне өсімдік майын жағып шығамыз. Бетінің барлығына майды жағып болдым. Енді келесі бетін аударып, келесі бетіне де майды жағамыз. Барлық жеріне май тиіп тұруы қажет. Осылай қолмен сәл-сәл формалап, ыдысқа жинаймыз. Осылай барлығын жинап, кеуіп кетпес үшін салафанмен бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут тұрғаннан кейін май сіңіп, қамыр жұмсарып, созуға ыңғайлы болады. Видеодағыдай алақанымызбен қамыр илегендей ширатып, лағмандарды созып шығамыз. Алақанмен жұмыс істеген ыңғайлы, өйткені қамырдың қай жері қалың, қай жері жұқа болып тұрғанын сезіп отырамыз.
Егер де сіз лагманды бірінші рет созып тұрған болсаңыз, кішкене қол жаттыққанша қиын болып көрінуі мүмкін. Қол жаттыққаннан кейін өзіңізге ыңғайлы етіп соза бастайсыз. Бір қолмен лагманның ұшын ұстап тартып отырып, екінші қолмен ширатып осылай жасауға болады. Бастысы алақанымызбен жұмыс жасағанда сезіп отыруымыз қажет, қамырдың қай жері қалың, қай жері жұқа болғанын. Сонда қамырымыз бір келкі болып шығады. Қазір барлығын осылай қайталай отырып, формаға келтіріп, созып аламыз. Міне осылай барлығын созып алдық. Енді барлығын ыдысқа қайтадан домалақтап жинап шығамыз. Видеодағыдай жинап аламыз. Одан кейін бетін майлап, салафанмен жауып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Міне 20 минут тұрды. Енді лагманды созудың соңғы этабына келдік. Видеодағыдай қайталай отырып, лагманның қамырының барлығын созып шығамыз. Созған қамырларды бір жерге жинаймыз. Енді келесі қамырды аламыз. Бас жағын қолмен кішкене ширатып аламыз. Одан кейін бір қолмен ұшын тартып отырамыз. Бір қолмен тартып отырамыз, яғни, ал екінші қолмен қамыр илегендей, қамырды жайғанда илегендей ширатып отырамыз. Саусақпен де қалың жерлерін ширатуға болады. Енді лагманның екі ұшын қосып, осылай төртке бүктеп аламыз да 3-4 мәрте сілкіп жібереміз. Сонда лагманның қалыңдығы бір келкі болып шығады. Келесілерін дәл осылай қайталай отырып, барлығын созып шығамыз. Жаңағыдай қайталай отырып тағы да созып алдық. Енді екі ұшын біріктіреміз. Осылай төртке бүктеп аламыз. Одан кейін столға ұрып лагманды созып аламыз. Созған қамырларымызды бір жерге жинаймыз. Міне осындай қалыңдықта шығуы қажет. Осымен лагманның барлығын созып алдық. Бір тегіс әдемі лагмандар шықты. Ең бастысы, үйде өзіміз дайындаған лагманға еш нәрсе жетпейді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қамырды пісіріп аламыз. Алдын ала суды қайнатамыз. Қажет мөлшерде тұзын саламыз. Енді лагмандарды салып, барлығын саламыз. Вилканың көмегімен араларын ашып, араластырып жібереміз. Сырттан лагман жегенде лагманның қамыры қатты және кішкене шикілеу болып келеді. Сондықтан мен лагманның қамырын үйде ұзақ қайнатамын, 20 минуттай қайнатамын. Сонда асқазанға жеңіл болып келеді. Мына жақта подливіміз дайын.
20 минуттай қайнатып толық піскеннен кейін осылай душлаққа түсіріп аламыз. Үстіне салқын су құйып аламыз. Сонда қамырлар жабыспай әдемі болып тұрады. Міне осымен үй жағдайында жасаған лағманымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.